Ассалаумағалейкум ағайын. Менің есімім Майбек. Америка құрама штаттарында отбасыммен 6 жылдан бері тұрамын. Маған соңғы бір жарым жылдың көлемінде, яғни Ресей Украинаға соғыс ашқаннан кейінгі уақыттарда хабарласатын адамдардың саны күрт өсті. Мен бұның себебі сол соғыс және геосаяси жағдай, экономикалық қиыншылықтар деп ойлаймын. Ол кісілердің сұрайтындары бір сұрақ: Америкаға қалай барамыз? Америкаға келудің бірінші және ең дұрыс жолы ол виза алу. Яғни бұл жерде бірнеше виза түрлері бар. Қазір сол ең танымал виза түрлеріне тоқталып өтейін. Америкаға келудің ең арзан, ең тез жолы ол туристік виза, яғни B1, B2 визасы. B1 визасы ол бизнестерді консультация жасау, немесе бір ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысу. Мысалы, Америка мен сіздің компанияңыздың ортасында бір келісім шарт болса, сол келісім шартты талқылау немесе қол қою. Яғни B1 визасы бұл бизнес виза деп аталады. B2 визасы ол достарыңызды немесе туған туыс отбасы мүшелеріне қонаққа қыдырып келу, бургерді қалай пісіреді дегенде 2 апталық, 1 апталық, 3 апталық курстар болса, сол курстарға келіп оқу. Яғни осылардың барлығы B2 визасына алуға себеп болады. Бұл туристік визаларды алу біраз жеңілдеу. Бұрын Қазақстан азаматтарына бұл визаны 10 жылға беретін, бірақ соңғы кезде 10 жылды 3 жылға қысқартты деп естідім. Егер сіз осы туристік визаны 3 жылға алған болсаңыз, бұл Америкада 3 жыл қала аласыз деген сөз емес. 3 жылдың ішінде бірнеше мәрте келіп кетіп жүре аласыз деген сөз. Америка шекарасына кіргеннен кейін сізде максимум 6 ай уақыт болады. Бұл 6 ай уақыт өзгеруі мүмкін. Егер офицер сізге 6 ай қойғысы келмесе, 1 ай, 2 ай немесе 3 аптаға ғана кіруге рұқсат беруі мүмкін. Яғни сол офицердің берген уақытында ғана қала аласыз. Егер офицер сіздің паспортыңызға шектеу уақытын қоймаса, автомат түрде 6 айға дейін қалуға рұқсат етіледі. 6 айдан кейін тағы да 6 айға созуға мүмкіндік бар. Тағы да бір айта кететін жағдай: B1, B2 визасымен сіз Америкада қалып жұмыс істей алмайсыз. Сізге жұмыс істеуге рұқсат бермейді. Бұл виза туралы келесі видеода толығырақ тоқталамыз. Яғни қандай құжаттар қажет, қалай тапсыруға болады. Келесі визаның түрі ол студент визасы. Оны да көбіңіз естігенсіздер. Яғни F және M визалар. F визаға егер сіз Америкадағы университетке, колледжге, тіл курстарына түссеңіз, немесе жеке мектептер бар ғой, бастауыш мектептер, орта мектептер, соған түссе де балаңызға F визасы беріледі. Балаңыз мектеп жасындағы бала болса, ол міндетті түрде жеке мектепке түсу керек, яғни мемлекеттік емес, немесе бакалаврға түседі. F-тің тағы бір жолы, ол болашақ бағдарламасы бар бізде. Сол болашақ бағдарламасымен де келіп оқып, қайтып кетіп жатады. Тағы да бір мән беретін жағдай: егер сіз болашақ бағдарламасымен келген болсаңыз, сіз мемлекетке барып жұмыс істеуге міндеттісіз. Яғни Қазақстанға қайта барып 5 жыл, 4 жыл жұмыс істеуіңізден құтыласыз. Яғни ақшалай емес, бірақ сол жерде жұмыс істеуге міндеттісіз. Егер сіз Қазақстанға бармаған жағдайда, онда сіздің кепілге қойған мүлігіңіз алынады. Оны әрине келесі видеоларда талқылаймыз. Енді бұл F визаны кімдерге беретінін түсіндік. Мысалы, студент болып келіп жұмыс істесем бола ма деген сұрақтар болып жатады ағайында. Егер сіз студент болып келсеңіз, сізге кампус ішінде 20 сағат жұмыс істеуге рұқсат береді. Тіл курстарына келетін ағайын, олар 1 жыл, 2 жыл тіл курсын оқиды, содан кейін университетке түседі. Немесе Қазақстаннан, мысалы, мен тіл курсын оқып, ағылшыншамды дамытып, келіп Қазақстанда бизнесімді жүргіземін деп, тек тіл курсына да келетін адамдар болады. Бірақ заңды түрде бұл студенттерге жұмыс істеуге болмайды. Бұл студент болып келіп, Америкадан білім алып, магистратура бітіргеннің пайдасы, осы арқылы сіз иммиграцияға барсаңыз болады. Яғни магистратураны бітіріп, ары қарай Америкада жұмыс істесеңіз болады.
OPT, CPT деп жаңағы оны келесі видеоларда осы F видео туралы айтқан кезде ашып айтамын. Диплом алғаннан кейін қалу жұмыс істеуге рұқсат береді. Сіз сол периодта жұмысшы тауып, сол жұмысшы сізге грин карта алып беруіне мүмкіндік бар. F визасын айтқан кезде J визасын айтпай кетуге тағы болмайды. J1 визасы халықтың арасында, әсіресе мынау студенттердің, жастардың арасында өте кең таралған. Бұл work and travel бағдарламасы. Work and travel мен жазда жұмыс істейді Америкада, ақшаларын табады және 2-3 айдан кейін қайтып келеді. Бұл заңды, яғни Америка үкіметі оларға заңды рұқсат береді жұмыс істеуіне. Енді мұнда көп бөгелмей келесі виза түріне көшейік. Ол жұмысшы визасы. Яғни маған хабарласқан адамдардың көбісі айтып жатыр, мен жұмысшы визасын алып келсем, қалай жұмысшы визасын алуға болады деп. Бұл тақырып өте үлкен. Жалпы айтсам, бұл жаңағы H, O, P, Q, яғни осындай әріптермен кете береді, визалар бар. Бұлардың ішіндегі ең танымалы H1B деген виза. Бұл жұмысшы визасы. Әрине бұл жұмыс визасын келесі видеода жеке-жеке талқылайтын боламыз, бірақ қысқаша айтқанда сізге Америкадан жұмыс ұсыну керек. Сол жұмыста сізбен контракт керек, жұмысқа оффер беру керек, яғни ұсыныс. Содан кейін ғана барып сіз жұмыс визасымен Америкаға келе аласыз. Дейтін жағдай, бұл H1B-де бюллетень саны шектеулі, консул сізге бергісі келсе де бере алмауы мүмкін. Сонымен бірге L виза бар. L ол мысалы сіздің жұмыс істейтін компанияңыз үлкен корпорация болса, мысалы айтайық Deloitte компаниясы, ол Американың компаниясы, Қазақстанда бар. Яғни мен өзім Deloitte'тан Америкаға келген бірнеше жігітті танимын. Олар L деген виза арқылы ауысады. Яғни Deloitte Қазақстанда істеп жүрген адамдарды бері қарай басшылық құрамдағы, мысалы менеджменттегі адамдарды Америкаға ауысып келсе, олар L визамен келеді. Яғни L виза деген сол компанияның ішіндегі трансфер. Американың компаниясы Ресейде, Қазақстанда, Қырғызстанда офистары бар. Мысалы Қазақстанда жұмыс істейтін маман Американың нарығына керек болса, олар соны L виза арқылы ауыстыра алады. Яғни сол жолмен де келіп осында жұмыс істеуге болады және ары қарай грин картада алуға болады. O виза деген бар. Ол O-ды ғылымға үлесін қосқан сондай адамдарға береді. Ол да бір өте танымал емес, бірақ ерекше ғылыммен айналыссаңыз, осы виза түрінде қарап көрсеңіз болады. Егер сіз ерекше спортшы болсаңыз, немесе бір қолөнерші болсаңыз, яғни сіздің еңбектеріңіз халықаралық дәрежеде көрінген болса, соны дәлелдей алсаңыз, онда P визасы деген бар, яғни P визасы. Ол P-дің әртүрлі түрлері бар, 1, 2, 3 деген. O визасы деген, ол егер сіз ерекше бір қасиетіңіз болса, яғни ғылымда бір ашқан жаңалықтарыңыз болса, ол бір халықаралық деңгейде бір жерге шыққан болса, осы O визасын қарап көрсеңіз болады. Тағы бір түрі, ол иммиграциялық виза. Ал иммиграциялық виза деген не? Тұрақты осында тұруға заңды түрде көшіп келе жатырсыз деген сөз. Оңай түрі, ол үйлену, яғни Америка азаматы сізбен үйленсе, немесе азаматшасымен көңіл қоссаңыз, ол кісі келіп сізді алып кете алады. Немесе сіздің жаңағы балаңыз, әке-шешеңіз Америкада тұратын болса, тікелей туыс болса, оларда жаңағы отбасын өзіне шақыра алады. Осының алдында ғана айтқандай, жұмысшы визасы бар және грин картада бар, яғни ол жерде EB1, EB2, EB3 деген бір грин карт түрлері бар. Яғни сізді жұмыс беруші сізді қолдайды. Яғни жұмыс беруші айтады, мына адам Америкада жоқ, ерекше адам, осыған біз грин карт берейік деп, жұмыс беруші сізді қолдаған жағдайда сізге үкімет грин карта береді. Яғни жұмыс беруші немесе сіз алдында айтып өткендей ерекше ғалым болсаңыз, ерекше бір талантты спортшы немесе атақты журналист, тағы басқа сондай бір таланттарыңыз болса, Америка үкіметі сізге грин карт дейміз ғой, енді тұрғылықты тұруға рұқсат беруге дайын. Ең оңай әлі қарапайым жолы ол жыл сайын лотереяға қатысу. Яғни осы қазан айында күзде лотерея басталады. Оған қатысу тегін, қатысасыздар, документтерді толтырып жібересіздер суретпен бірге. Келесі мамыр айында, келесі жылы нәтижесі шығады лотереяның. Егер сіз сол лотереяны ұтқан бақытты жан болсаңыз, сол жылы құжаттарыңызды өткізіп, медициналық комиссиядан өтесіз да, чемоданыңызды жинап, Америкаға тұрақты тұруға кетесіз. Яғни грин карт егер болып шыға келесіз. Ол үшін сіз лотереяға қатысуыңыз керек. Уақыты жақындаған кезде, жаңа күзге таман, қазан айына таман, мен лотереяға қалай толтыру туралы тағы да видео түсіремін. Сол видеоны көріп, лотереяға өздеріңіз толтырсаңыздар болады. Ол лотереяға біреуге толтыртуға ақша беріп төлеудің ешқандай қажеті жоқ, өздеріңіз істей аласыздар. Бүгінгі тақырып Америкаға келу жолдары болғандықтан
Америкаға келудің заңды жолдарына қысқаша шолу жасап болдық. Енді басқа жолдарын қарастырып көрейік. Әрине, басқа жолдары бар. Оның қазір көп танымал болып жатқан жолы ол Мексика арқылы келу. Яғни Америкаға виза алмаған адамдар Мексикаға виза алып Мексикаға келеді. Себебі Мексика мен Америка шекаралас. Олар Мексикаға кіріп, Америкаға қарай шекарамен өтуге тырысады. Яғни бұл бір жолы. Әрине, мен Мексика арқылы келу деген жолды қолдамаймын. Себебі бұл жол өте ауыр және өте қауіпті, тіпті өміріңізге де қауіпті десем болады. Тағы да бір жолы, егер сіз расымен жағдай өте қиын, саяси тұтқын болсаңыз, немесе жергілікті үкімет сізді қатты қысып, өміріңізге қауіп төніп тұрса, Америка елшілігінен барып саяси баспана сұрай аласыз. Немесе сіз халықаралық дәрежедегі бір мафияны, яғни бір наркокартельдерді, солар туралы бір ақпаратты ұсынсаңыз, яғни оны айтқаннан кейін сіздің өміріңізге қауіп төнетін болса, Америка үкіметі сіздің қолыңызға уақытша пароль беріп, Қазақстаннан Америкаға өздері ұшақпен алып кетеді. Яғни сіз сондай өте маңызды адамсыз, сіздің өміріңізге ол елде қауіп төніп тұр. Ондай да жолы бар. Бірақ мен ондаймен келген адамдар туралы көп естімедім. Бірақ мен естіген бір нәрсе бар. Қазақстанның азаматшалары ақш елшілігінде әртүрлі қызметтер атқарады. Яғни жүргізушіден хатшы немесе қағаздарды реттеуге көмектесетін адам консулға. Ол адамдар да Америка үкіметінің жұмысшысы болып саналады. Белгілі бір уақыттан кейін ол адамдар да Америкаға еңбегі сіңген адам ретінде грин карт алып тұрақты тұруға, Америкаға баруға құқықтары бар. Яғни ол да бір жол деп есептеуге болады. Егер сіз Американың елшілігінен сондай жұмыс көрсеңіз, соған кіруге тырыссаңыз болады. Ол жаңа Америка елшілігінің сайтын ашсаңыз, сол жақта бәрі жазылып тұр, қандай жұмысқа адам керек екені. Яғни ол кісілердің де Америкаға отбасымен көшіп кетуге мүмкіншіліктері бар. Енді видеомыз өте ұзын болмасын, мен енді қолымнан келгенше келу жолы туралы, яғни виза түрлеріне тоқталуға тырыстым. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, соған жауап беруге тырысамын. Немесе тақырып үлкен болса, мен сол тақырыпқа байланысты видео түсіремін. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Сау болыңыздар.